Темірланның оры. Алтынемел бекетіне 6 шақырымдай жерде, дәл Алматы қаласына қарай жүретұғын пошта жолының үстіндегі қисапсыз үлкен уа белгілі мидай даламенен жүріп өткен ор қаһарлы мәшһүр Орта Азия жайларын жаулап алған Темірландікі екен. Кейбір жерлері жер болып өсіп кеткен. Осы күнде белгісіз де болып қалған. Неше уақыт өткен. Соның бұл айтылмыш оры мұсылмандардың айтуынша Балқаштан Іле суына шейін барса керек. Осы ор турасынан мағынасы түрліше аңыздарды қазақтар әлі ұмытқан жоқ. Темірланның бастан жалғыз ақ баласы бар еді. Оны әрдайым атқа мінгізіп жалғыз жүргізуші еді. Нөкер яки жолдас бермейтін. Темірланның мұндай қылығының себебі мынау деп айтады. Жалғыз баласы болған соң өзіне мұрагер, атқа мықты, шыдамды, ширақ болсын деп тілеуші еді дейді. Бір күні жас бала өзінің жақсы көретұғын атына мініп алып далаға шығып кеткен. Елден алыс далаға барып, бір топ құланға кез келіп, қаяу құландармен бірге шауып кете берген. Мидай елсіз далаға шығып, со жерде аттар со қадери баланың быт-жытын шығарған. Жалғыз оң үзеңгісінде аяғының басы ғана қалған. Баласы құраған. Сансыз қолдарының адамдарын шақыртып алған және қанша әскер адамдарын шақырып, со мөлшерде жастары бірдей қыздарды да шақыртып алған. Оларды бір еркек, бір қыздан Балқаштан Ілеге шейін қатарлап қойып, еркектерге кетпен, ұрғашыларға күрек берген. Терең қып ор қазыңдар деп бұйырған. Әгерде оның әмірін тез орнына келтірсеңдер, оларды бір-бірімен қосып қоюға уәде қылған. Қашан қисапсыз үлкен ор даяр болған соң, өздерінің әскер адамына атқа мінгізіп, со жайдағы бар құландарды орға айдаңдар деп бұйырған. Тым болмаса осылай шақып өзінің жақсы көретұғын баласының құнын қайырмақ болған. Қалай айтылды, солай өздерінің бас абаттарының қалағанын орнына келтіріп, әр тараптан бар құландарды айдап орға келтірген. Осыдан бірақ бір ақсақ құлан ғана құтылып кеткен деседі. Өзгелері орға түсіп қырылған екен. Со құландарменен Темірланның баласының мінген аты да өлген. Со өлген аттан оң үзеңгісінде қалған баланың аяғын ғана тапқан екен. Соны тапқан соң Орта Азия жұртының хакім иесі риза болған дейді. Темірланның әскерінен құтылған ақсақ құлан турасынан қазақтар өлең қылған. Ақсақ құлан, жошы хан, жүрегім жаман шошыған. Яғни Темірлан дегені. Міне, осылайша деп тамам еткен бейқасап үлкен Темірланның оры турасынан.